Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін талқаннан өте дәмді жент дайындайтын боламыз. Алдымен талқанымызға қантты салып аламыз. Және де алдын ала менде 3 желание майы, яғни кішкентай, соны газге ертіп алдым. Осылай 1-2 минутта жақсылап ертіп аламыз. Қантымыздың үстіне құйып, және де жақсылап қолымызбен араластыратын боламыз. Осылай бір-біріне ұстаспай тұрады, араласқан күннің өзінде де. Қолымызға көп мөлшерде салып алып, сәл-пәл күш салып, формаға келтіретін боламыз. Яғни сынған бөлшектері қала берсін, тек айналдыра отырып формаға келтіріп алсақ болады. Барлығын тарелкамызға салып, 20 минуттай ұстайтын боламыз. Яғни 20 минутта осы формаларымыз сәл-пәл ұстап тұрады бір-бірін, бірақ жеген кезде өте жұмсақ, өте дәмді. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Және де бұл жерде талқанның, яғни түріне байланысты болады. Талқандарыңыз, яғни тарыдан немесе күріштен жасалған болса, айырмашылық болады. Бұл жерде менде тарыдан жасалған талқан, дәмі өте керемет. Егер сіздерге ұнап жатса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Рахмет. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға. Жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді шығады, әрі жұмсақ.